Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Өздеріңізбен амандықпен жүздесіп отырғаныма тағы да қуаныштамын. Енді біз осы әсіресе осы біз қазақ ұлты елдің көңіліне қарағышпыз, елдердің сөзіне ергішпіз. Мәселен, өзіміз бір істі дұрыс деп қарап істейміз, бірақ соны біреу бізге айтады ғой, андағылай істеген дұрыс па, дұрыс емес. Мәселен, болмаса бір мысал келтірсем, мен кішкене қызымды бір кезде бір жаңбыр жауған күні далаға ертіп шығып, анандай суда секірттім да, енді аяқтарын кигізіп, енді іштен кетпейді ғой, бұл аяқ ақыр кішірейіп қалатын аяқ, енді тозса тозсыншы деген оймен секірттім. Киімдері былғанды, су болды, енді ойнасыншы деп ойладым, көңілді болсыншы деп. Сонымен сол арадан өткен 2-3 адам маған қабақтарын түйіп, андағы балаға тұмау тиеді ғой, андағы ауырады ғой, неге бұлай істеп жүрсің деп қабақтарын түйіп тұрып ұрысты да, енді үлкен кісілер. Сонда мен күліп қойдым, енді қарап, бірақ мен ойлап тұрмын, не үшін менің балама, менің істеп жатқан ісіме ол кісілер араласады? Енді біз үлкендерді сыйлауымыз керек дейміз да, ол кезде төте айта алмаймыз. Бірақ менің балам сол кезде менің артыма қарай тығылып, ұялып, солай қорықты. Сонымен мен отырып балам айттым, балам ештен кетпейді, олар айтса айта берсін. Ол кісілер ұнатпайды екен бұлай істеуімізді, бірақ біз өзіміз ұнатамыз, біз істей берейік, ойнай ғой деп жерде баламның көңілін әрең жұбатып, қайтадан ойнаттым. Енді осындай жағдайларда, мысалы, біз төте тойтарыс жасай алмаймыз біреуге. Бізді кішкене кезімізден жаман болады, ұят болады деп өте тартыншақ болып қалғанбыз негізі. Сонымен біз төте тойтарыс жасай алмаймыз да, сонда баламыз қиналады. Енді біз соны жалғастырып жатырмыз. Баламыз кейін өзіміз секілді тартыншақ болады деген сөз. Мен олай істегім келмеді. Енді әзір ғана бір жақсы бір ағылшынша сөздерді жолдап қойдым ғой, сода айтыпты. Жақсылап ойланыңыз депті. Сізді не көңілді қылады? Сіз не істегіңіз, шынайы не істегіңіз келеді? Көңіліңізде қандай істегіңіз келіп тұр? Соны ойлаңыз. Сіз елді көңілді қылуды ойламаңыз дейді. Елдің көңілінен қалай шығам деп ойламаңыз. Өзіңіздің тұрмыс тәсіліңіз бойынша өмір сүріңіз дейді. Сонда ғана сол сізге ең жақсы талғам дейді да. Қарап тұрсам сондай жақсы сөз, мен келісемін. Енді сіздер қалай ойлайды екенсіздер білмеймін.